Sonra da koyuk. Мұз қалың екен, я. Нормально. Кезекті қамыс. Болат Бекағаның бірі бүгін үшіншісі ме ашылып отыр. Бірақ жаңа екеуін жеп кетті, я. Жоқ, Үзіп кетті ме? Иә. Тоғыз ой қарсы. Он салды. Байлады. Мына жел тұрмаса қар алып тұрды. Аязданып тұр жүріп беті. Ана қалықшанықтан мұз алып отыр. Бүгін негіз бір градус деген. Бош ол. Көресіз? Шетарай. Ала оған бірдеңе. Жерлестілерді қойып үлгермей жатырмыз. Бірінен соң бір ашылып. Бар ма, жерлесі бар ма? Бар. Алауға шығар онда. Онда балансирмен көру керек, бірақ қазір жерлестілерді қойып бітіріп. Сосын көреміз қазір. Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай, қыстың басы бір ерте, біреуі жай. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, балық сүйер қауым, арнаның барша көрермендері, құрметті достар. Міне алғашқы мұз бүгін 14 желтоқсан 2025 жылдың біздер бүгін балық аулауға Нұра өзенінің жағасына келіп тұрмыз. Қасымда Болат Бекаға бар. Жерлестілерімізді құрып қойдық. Мінекей Болат Бекаға әлі ан жақта жерлестілерін құрып отыр. Болып қалды ол кісіде енді мінекей. Ауа райы бүгін жел, қатты жел болып тұр енді. Соған қарамастан жерлестілерімізді құрып қойдық. Біздің келген жеріміз тас жолдан алысырақ. Соған енді бүгін онша көп балық аулауға уақыт бөле алмайтын шығармыз деп тұрмыз. Себебі өздеріңіз білесіздер, қыстың күні мына жерде кешіріңіздер, менің міне бір жалаушам ашылды. Қазір барып көрейік. Содан кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы негізі бүгін балықтың қабысы жаман емес. Біздер осы жерлесін құрып болғанша 3-4 рет ашылды. Арасында жаңағы пустой поклевкілер болып жатыр. Және де достар, бұл мынау егер желдің дауысы қатты сіздерге кедергі келтіріп отса, айып етпеңіздер. Сонымен қабысты көрейік. Мінекей. Ашылып тұр, бірақ енді әзірге айналып жатқан жоқ. Көрейік, мүмкін балық отырған болар. Бісміллә деп. Әзірге ештеңе сезілмейді. Жіберіп қойған ау деймін, соған қарағанда. Жіберіп қойған болу керек. Әлде мынау ірі шабақ, мүмкін өзі ашып алғанда болуы мүмкін. Себебі көріп тұрғандарыңыздай шортанның ешқандай тісінің ізі жоқ. Сол себепті қайтадан кейін қарай сала саламыз.
мінекей қабыс. Ал, ой, до конца айналдырған екен. Ал, көрейік. Сонда деп. Ой, жіберіп қойды мәне. Ой. Жоқ, бар екен. Бар, ой, жіберіп қойды. Бірінші қабыс. Ой, да, кетіп қалды. Жерлесін қойып бола алмай отырмыз. Мен жақтан мінекей Болатбек ағаның бір жерлесі ашылды. Ана жақтан менің бір жерлесім ашылды. Көрейік, не болып отыр екен. Мынаны көтейін, бағорды алып көтейін. Айналдырып отыр, жақсы айналдырып отыр. Жақсы айналдырып жатыр, жаман емес. Көрейік. Ой, маған қараңыз. Анау бітіп қалған. Ескі өтіп қалды. Ой, жіберіп қойды. Қап. Жоқ, бар екен. Ой, достар, жаман емес. Оқты. Мінекей. Ой, керемет. Ой. Мен кетіп қалды десем, ол көзіме қарай жүзген екен. Жаман емес. Мынау енді қанша болады? Ал достар, кезекті қабыс. Жаңа айналдырды. Көрейік. Жаңа ғана қойғам осы. Мұнда шағын мөңке тұр. Бар екен. Мұнша ірі емес ау деймін. Ой, мінекей. Мынадай шортан шықты. Шамамен бір келідей болатын шығар. Мінекей. Тамаша достар. Бірақ енді өздеріңіз байқап тұрғандай мінекей жел тұрып кетті. Соғанда шамалы кішкене қорқыңқырап тұрмыз енді. Бірақ шешінген судан тайынбас деп әзірге осындай қабыстың қызығына түсіп балық аулап жатқан жайымыз бар. Бұйырғанын көреміз. Сонымен достар, мінекей кезекті қабыс. Жақсы айналдырып отыр. Бұл жерде енді біздің шабақ балығымыз ірі шабақ. Мына желдің де екпіні масқара. Өзі аша қоймаған шығар деп ойлаймын. Көрейік. Жаңа айналдырып жатқан. Ал. Бар екен. Бірақ ірі емес. Шағын. Осындай шортан мінекей достар. Кезекті қабыс. Мына жерде менің жерлетімді құлатты. Бұнда не бар екен? Көрейік ал. Айналдырып отыр, мінекей қараңыздар. Жатқызып алып айналдырып отыр. Желдің сықпыты мынау. Мінекей. Көрейік. Тоқтаған сияқты. Ойығымыздың бетін көріп отырсыңдар міне. Ойығымыздың бетін қар басып қалып отыр. Бар екен. Жаман емес. Оппа. Мінекей. Мінекей. Шабақ балығым өзімде қалды. Олжа. Өзіме олжа болды. Тамаша достар. Шамамен 1,5-2 бола қоймас. 1,5 келідей болып қалады енді. Достар, келесі қабыс, бірақ айналдырып отқан жоқ сияқты.
Жоқ, айналдырып отыр екен. Айналдырып отыр мінекей. Бұл яғни балық бар деген сөз. Мінекей. Ой. Ал көрелік. Ал көрелік. Кішкене сәл күтуім керек еді. Асығыс шайтанның ісі деген. Асыққан шайтанның ісі деген. Мінекей менің шабағымды жеп кетті. Жарайды, ештеңе етпейді. Жағын жерде Болатбек аға бір ірілеу алап қостаған. Қазір соны салып қоямын енді. Жоқ. Мен енді мынадай алабыға салайын деп тұрмын. Мынау қанша болады екен шамамен? 200 граммға жақындап қалатын шығар. Осы алабыған салам енді. Біздің анау ірі шабақтарымыз бітті. Сондықтан осы алабыған салып қоямын. Көреміз енді. Егер қазір жалаушаны өз ашып алатын болса, құйрығын кесіп тастаймын. Әзірге осылай сала беремін енді. Достар, келесі қабыс. Мына жерде жалаушан ұшып кетті. Көрейік. Не бар екен? Мынау камерамның аккумуляторын ауыстырып үлгермей жалаушан ұшып кетті. Ал көрейік. Мұнда не бар екен? Жаман емес сияқты, достар. Жаман емес сияқты. Көрейік. Жалаушан шығырдан мұнда. Шамамен бір келден алсам екен. Осылай шығырдан бар екен. Шабағымыз аралас. Кейбіреулерінде мынадай мөңке. Кейбіреулерінде ірі шабақ, ақбалық. Менің өздеріңіз менің көп видеомды көріп жүргенде болсаңыздар білесіздер, мен көбіне мына шабақ балықты ірісін қойғанды жақсы көрем. Болатбек ау, ол кісі ұсақтауын қойғанын ұнатады. Сонымен енді бұл жерде енді балықтың көңіл күйіне байланысты дегенмен жаман емес. Қабыс мен әлі жерлестерімді қойып үлгермей отырмын. Жалпы бүгін балықтың қабысы бізді қуантатын сияқты. Мұны кетем дей ме? Кетсең кетерсің, жарайды. Өзі ойықты өзі тауып отыр, бірақ әзірге кететін түрі жоқ. Сонымен достар, келесі қабыс. Ажықтан келгенше шанамның астынан мұз қатып қалыпты. Соны сүйреп көрге ендігі қолым. Жерлестерін бәрі қойып үлгермей отырмын. Мыналар бірінен соң бір ашылып, арасында жаңағы пустой поклевка болып отыр. Енді білмеймін не барын. Айналдырып отыр, бар екен балық. Олай болса, достар, енді мен әрі камерамның да аккумуляторын ауыстырып үлгермей отырмын. Айып етпеңіздер. Ал, мынау бітті ескісі көрейік. Ау! Ой, қап. Өкінішке орай жеп кетті. Өкінішке орай. Достар, сағат мінекей қазір сізге көріне ме? Көрінбей қала ма? Қалай көрсетем екен? Ай, сағат көрінбейді ау. Дұрыс, былай қарай бұрылайын ба? Қысқасы сағат 12-ден 27 кетті. Яғни 12 жарым.
қабысты саябырсыды. Оның үстіне мынау кішкене жел көтеріліп, қарды жауа бастады. Соған біздер жиналсақ па деген ойға келіп тұрмыз. Енді бүгінгі нәтижемізді көрсете кетейін. Алғашқымыздағы мінекей мынадай шортандар. Ой, астынан қаз болып отыр қой. Ой, әлі тұр. Мінекей. Одан кейін мынау енді. Бүгінгі күннің мамкісі. Шамамен енді менің өзімнің ойымша 5 келе болып қалады деген ойға келіп тұрмын. Ол енді қазір менде тараз жоқ. Енді менің айтқан сөзіме сенесіздер. Мына мен бұлай аяғымды қойсам, мінекей бір аяқ, міне екі аяқтан артығырақ емес ғой, кешіріңіздер. Мінекей осындай шортан менің 3 аяғыма жақын. Соған қарап шамамен 5 келедей болып қалады деген ойға келіп тұрмын. Өкінішке орай мына ауа райының ыңғайсыздығына байланысты жиналысам деп тұрмыз. Ал енді достар, бүгінгі біздің видеомыз ұнап көңілдеріңізден шығып жатса, әрине әдеттегідей бас бармақты жоғары қарай қойыңыздар. Арнаға тіркеліп, белсенділік танытып, пікір қалдырып, лайк басып, белсенділік танытып отырыңыздар. Сіздердің белсенділіктеріңіз біздің арнамыздың әрі қарай жылжып дамуына себебін тигізеді. Сондықтан белсенді болуларыңызды өтініп сұраймын. Және де келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Өздеріне жиналып жатқан кезде кешке қабыс десек те болады. Енді әрине кеш болып баратқанда шамалы. Бірақ соңғы қабыстардың бірі мінекей. Көрейік, не айтар екен? Жаңа айналдырды. Алыстан отырып мен қара бақылап отырдым. Балық бар сияқты. Ақырын. Онша ірі емес ау деймін. Кетер кезде осындай шамамен 1 келі шығар. Жиналғым іздегенде міне екінші қабыс тағы да жиналып жатқан кезде жаңа біреуін осының алдында шығарған едім. Тағы бір қабыс. Бізді жібергісі келмей тұр ма? Айналдырып жатыр мінекей. Айналдырып жатыр. Ол балық бар деген сөз. Айызырға ойлана тұрсың, айналдырып жатыр. Мен достар сіздерге мұздың қалыңдығын айтпаппын ғой. Мұздың бұнда шағында өйден жеңіл шығып кетіп, соған қарағанда шағында болу керек. Ой. Мүлдем кішкентай екен. Бұны жіберетін боламыз. Әрине бұл килограммға да жетпейді. Бір 600-700 граммдай болатын шығар. Бұндай шортанды әрине жібереміз. Онша жұта қоймаған екен. Жел безегі сау. Соған қарағанда кететін. Мінекей. Мұздың қалыңдығы достар 7-8 сантиметр. Жақында
23-25 градус аяздар болған. Соған қарамастан мұз онша қалың қата қоймапты, бірақ дей тұрғанмен адамды еркін көтеріп тұр. Мына біздің бүгінгі ұлы. Маған айттым, бараң шаңқырап тұрып кішкене анда таразыға тартуға келмей қалды. Мінекей, мына шортаның ұзындығы 70 сантиметр. Қазір енді салмағын көреміз. Бүгінгі күннің трофейі осы болды. Мінекей нөл. Қазір обысына көрейік қазір. Төрт жарым кило екен. Мен 5 кило болып қалады деп едім, оны мен жарты килоға шатасқан екенмін.